Сәлем достар, сіздермен бірге жұлдыз. Бүгін руккола қосылған салат дайындайтын боламыз. Бұл салатқа бізге керекті заттар әрине руккола, апельсин, қызылша, қызанақ, творожный сыр және оливковое масло керек болады. Ең алдымен рукколамызды тазалап, жуып, суын кептіріп, тазалап алып, ыдысымызға саламыз. Келесі бізде апельсинімізді қабығынан тазалап, немесе видеода көрсетілгендей мен секілді бөліп, мякоттарын алсаңыздар да болады. Бізге тек мякоты ғана қажет, қалған дәндерін, қабықтарын барлығын алып тастаймыз. Апельсинге аллергияңыз болса, мандарин қолдансаңыз болады. Мандаринді бұлайынан бөліп қажет жоқ. Мандаринді кусочектарымен сала берсеңіздер де өте әдемі болып шығады. Келесі кезекте менде қызылша менде суға піскен, сіздер духовкаға да пісіріп алсаңыздар болады. Қызылшамызды орташа көлемде кубиктарға бөліп турап аламыз. Бұл салатқа қызанақ қосу міндетті емес, бірақ руккола мен қызанақты бірге жеген өте дәмді шығады. Білесіздер, рукколаның ащы дәмі бар. Сондықтан мен қызанақ қостым. Қызанақтың орнына черри помидорын қоссаңыздар да болады. Жаңағы ыдысымыздағы руккола, апельсин, қызылшаның үстіне сұйық оливковое масламызды құйып, араластырып аламыз. Бір келкі қылып араластырған салатымызды тарелкамызға саламыз. Оның үстіне творожный сырымызды, помидорымызды үстінен салып шығатын боламыз. Черри помидорын салсаңыздар өте әдемі көрінеді. Мен мұнда суы ақпас үшін тек үлкен помидорлардың шетін, қатты бөлігін ғана қолдандым. Творожный сыр қосып едік, міне салатымыздың өңін ашып әдемі болып шықты. Мінеки салатымыз дайын, өте әдемі көрінеді. Оның үстінен кедровые орешки сепсеңіздер де болады. Мен асқабақты әнін сеуіп әсемдеп шықтым. Асқабақты әні менде қуырылған. Астарыңыз дәмді болсын. Видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Келесі видеоларымды жоғалтып алмас үшін подписка жасап, колокольчикті баса кетіңіздер.